Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Біз сіздермен multiple choice questions талқылайтын боламыз. IELTS listening тағы multiple choice-та бізде жалпы қалай болады, мысалдарын қарастырып көрейік. Мысалы, былай барды. What 3 items recommended to take with you? Мысалы, осы listening-та мысалы айтылып жатады. Сізге именно қайсысын алып кеткен жақсы? Мысалы, traveling туралы айтылып жатыр да. Камера немесе экскурсия. Осы жауаптарды сразу оқып шығасыз. Камера, food and repellent, mosquito repellent, walking boots, sunscreen, large bag, cash, extra clothes. Осының ішінде үшеуін таңдап алуыңыз керек. Оның барлығы прям айтылып шығады. Соның ішінде мұқият, именно қайсы керек, соларды мұқият біліп отыруыңыз керек. Немесе what is recommended to buy? Камера, film, phone. Міне. Осыны осыларды біліп аласыз, оқып аласыз. Одан кейін прям нақты астын сызасыз. Recommended, яғни қайсысын алып кетуге кеңес беріледі, иә? Recommended және 3 items. Именно үшеуін ғана белгілеуіңіз керек. Кейде шатасып біреулер 4-еуін белгілеп қойып жатады деген сияқты. Одан кейін tips. Бұған енді керекті қағидалар жақсы жинап шығу үшін осындай multiple choice questions-тардан және тақырыбына қарауыңыз керек. Примерно traveling туралы айтып отыру мүмкін кейбір жаттығуларда, кейбір жаңағыдай тапсырмаларда беріп қояды. Типа students are going to go to travel деген сияқты да. Сол кезде сіз тоже traveling туралы примерно кетіп жатыр деген сияқты, немесе сұрақтарды, жауаптарды оқып алып, примерно осындай туралы айтып жатыр. Мысалы, ғылыми проект туралы айтып жатыр, немесе traveling, немесе мысалы тамақ туралы деген сияқты да, немесе кітап туралы. Сол барлығын примерно мағынасын түсініп алуыңыз керек. Негізгі тақырып қандай екен. Одан кейін сұрақты оқуыңыз керек. Read the question and find the keyword. Яғни жаңа айтып өткендей сұрақты оқып, сразу астын сызып, не сұрап тұрғанын, және де алып кетуге кеңес берілген ме, әлде кеңес берілмеген заттар ма, соны, яғни recommended десе кеңес берілген, ал not recommended десе, немесе forbidden десе, ол уже жаңағыдай рұқсат берілмеген деген сөзді білдіреді. Сол үшін астын сызып отырыңыз сұрақтың. Paraphrase, яғни жаңағыдай перефраза өте көп болады осындай сұрақтарда, яғни кейбір сөздерді мысалы freshmans дейді, иә, food and мысалы drinks'ты, some drinks'ты мысалы refreshments дейді. Яғни бір жүрек соғып алайық дейді, мысалы refreshments бір сондай сияқты мағынамен тамақ ішіп алайық, мысалы жүрек соғып не істеп алайық дейді, иә. Сол сияқты бұл аяқта тоже перефраза болады. Нақты мысалы варианттарда жоқ ол, бірақ оны айтып кетті уже затта аудиозаписте да, аудиода. Және де бұл жақта ең қиыны, просто ең қиын емес, жалпы бұл оңай сұрақтардың түрі, бірақ бір ойландыратыны ол барлық, мысалы 6-7 жауап тұр ма, мысалы мына аяқтағыдай, мысалы неше 4-8 жауап, иә, даже 8 жауап. Осының ішінде барлық айтылып шығады, прям барлық айтылып шығады. Бірақ именно қайсы екенін сіз мағынасына қарап білесіз, және бір кейбір кілт сөздер бар, оны қазір келесі презентацияда көрсетемін. Одан кейін 5-сіне watch out for answers that are correct but then the speaker takes them away. Яғни жаңағыдай басында айтады да, спикер жаңағыдай сөйлеп жатқан адам айтады, осыны алып кетеміз, дұрыс дейді, бірақ кейін соңында или содан кейін айтады, что-то дұрыс емес сияқты, кешірім сұраймын деген сияқты бір басқаша айналдырады. Сол кезде сақ болыңыздар. Басында біз көбісі просто correct деп қалдырып кетеді да, кейін ұмытып кетеді деген сияқты. Both question words and the answer options will be paraphrased. Тоже жаңа өткендей перефраз жасалынады. Answers don't follow the order of the options. Және де, мысалы, бірінші камераны айтады деген, мысалы, мына камера тұр ма, бірінші, ол бірінші айтылады деген сөз емес, ол ең бірінші cash айтылуы мүмкін, ең бірінші walking boots айтылуы мүмкін, mosquito айтылуы мүмкін, иә. Сол үшін де сіздер аңдып отпаңыздар, камераны әлі айтқан жоқ деп, мына астындағы заттарды өткізіп алмаңыздар. Және де сіз жауап жазған кезде міндетті түрде letterмен жазуыңыз керек. Яғни сіз walking boots деп жазып қойсаңыз, жауапқа answer sheetқа сіз дұрыс емес деген бағала аласыздар. Себебі сіздер жауапты міндетті түрде әріппен белгілеуіңіз керек.
Жаңа айтып өткендей recommended болса, яғни қайсы заттар алуға болады деген сияқты. You should take with yourself sunscreens деген сияқты, sunglasses деген сияқты бір сөздер болады. You should, you ought to, I would advise you to, it's advisable to, I suggest that, it's a good idea to, it's best to, if I were you, I would, if I were in your choice, I would деген сияқты сөздерді тоже айтқан кезде ол яғни болады алып кетуге деген сөздер. Немесе бірақ сақ болыңыздар, осы сөздерді айтып болғаннан кейін де шешім өзгеріп жатады кейбір спикерлер, сол кезде тыңдаңыздар прям нақты. Not allowed деген бар. You can't, you mustn't, it's forbidden to, it isn't permitted to, it's banned, it isn't permissible to, it's not accessible, there is a strict rule that it isn't authorized, approved, you won't be able to деген сияқты сөздер болады. Мысалы, ол алып кетуге болмайды, кеңес берілмеген деген сөздер. Ал мыналар алып кетуге болады, кеңес берілген деген сөздер. Осымен біз multiple choice questionsқа талдау жасап болдық. Көбірек практика жасаңыздар. YouTube-та өте көп multiple choice questionsқа немесе жалпы IELTS questions'тың ішінде осы сұрақтар жиі кездеседі. Барлығына сәттілік тілеймін, сау болыңыздар.